сіздердің қан бауырларыңыз, дін бауырларыңыз, сол Türk бауырларыңыздың және де Türkiye Dil İşleri Басқармасының төрағасының сәлемін сіздерге алып келдік. Kazakistan'ın 35. kuruluş yıl dönümü, bunu ben tebrik ediyorum. Bu vesileyle Kazakistan Dini İdaresi 35.000 aileye yardım taahhüdünde bulundu. Bu taahhüde biz de Ateşelik olarak destek verdik. 500 koli dağıttık Kazakistan kendi bölgemizde. Жалпы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы еліміздің 35 жылдығына орай, тәуелсіздігіміздің 35 жылдығына орай қайырымдылық марафонын жариялаған болатын. Хазіретіміз Наурызбай Қажы Тағанұлы сол марафонға біз де кішкене болса да үлес қосқандай болып, осы Қазақстан бойынша мың отбасыға азық-түлік себетін үлестірдік. Жалпы өзіміздің осы Алматы бас консулдың қызмет алаңындағы осы оңтүстік өңірінде 500 отбасына Ramazan sebетін үлестірдік. Bugün de bu sofrada bir araya geldik. Bu soframızda bizlerle buluşup bu ikramdan istifade ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyor. Hayırlı, huzurlu, bereketli bayramlar diliyorum. Ya, bugün de осы Алла Тағалам сіздермен бір дастарханда отыруды нәсіп етті. Келе жатқан ораза айттарыңыз құтты болсын, берекелі болсын, аман болыңыздар.